Ал енді келесі кезекте шығатын нөмірі 14-ші орта мектеп жас сарбаздар Жайдарман командасы. Артур, не істеп жүрсің? Бұл жерге басқа команда не істеп кеткен кім біледі? Артур, қалғандары қайда? Айттым ғой, маска киіп, пиджак киіп, бахила киіп жүріңдер деп. Елімізде болып жатқан төтенше жағдайларға байланысты көп адамдар ауырып жатыр. Сондықтан біздің командадағы жігіттер ауырған жоқ, просто командадан шыға жіберді. Біздің командада жаңа ойыншылар аз болғандықтан жаңа массовкалық ол айырат, дайындыққа бірінші келеді, тыныш тұрады. Ең басты қасиеті сушняққа тез барып келеді. Артур, мен сенің орныңды басу үшін келдім. Сен бірінші көйлегіңе үтік басып ал. Ендеше мен сендерде ештеңе жоқ болса өзім өнер жаққа қалай екенін айтып берейін. Алғашқы маусым Рей лигасына түсіп 3-ші орын алды. Одан кейін келесі маусым мектеп лигасына барып 3-ші орын алды. Келесі жылы облыстық премьер лигасына барып 3-ші орын алды. Жалпы 3-ті бермей келіп қансың ғой. Негізі мен 3-ті өзі күштеген жақсы тұтанамын. Осы ойында да 3-ші орын алам ба деп кеп отырмын. Өзімнен кішкентай жас жайдармашыларға айтар ақылым. Сынбаңдар. Жанбаңдар. Мен осы командада негізі сол көтерушісінен сосын жайлап билеп бастадым. Кеттік дегенде андай билейді ғой, сондайға билеп бастадым. Көшіре беріп болып кереміз. Сөйткен баларды қазір бір командадан тащит етіп жүр. Ал ендеше мажор емес, майор болғысы келеді. Тоташ, ана мажор деген ақшасы көп емес па? Давай мажор боламыз. Ал ендеше майор емес, мажор болғысы келетін жас сарбаздар біз жалғастырамыз. Сонымен тамашалаймыз. Ең төмен, ең нашар ұйымдастырылған Жайдарман. Осы ғой. Ойын соңында айтарым. Біз 3 маусым бойы бірге ойнап. Осы жылы бүгін біздің соңғы ойынымыз болуы мүмкін. Егер ұшып кетсек. Бізді дайындалдырған Қазбек аға және Айкүміс апайға алғысымыз білдіреміз. Қандай еді? Басынан бастап болмайды. В общем, сол. Назарыңызда өнер көрсеткен жас Жайдарман, сарбаздар Жайдарман командасы, массовкалармен біз жалғастырамыз. Рахмет. Келесі болып шығатын дәл осылай тексермейтін команда деп айтайын деп отырмын негізі. Ең опытный команда, халықтың сүйіктісі Техас Жайдарман тобы. Sağlık getirdi, geç şarap. Бүгін көріп тұрған Instagramда плескетіп өтелейтін болады ғой, сондай қылып
болып отқан сияқты ше, бәрі өзіміз тек айырылғанымен акиматтан келгендерге скриптеттік акимат. Енді арқайын концерт қойып ойнай берсек болады. Ал енді бағана концерт қойып ағылшын ойнай берейік. Сіздер ода шапалар қолдап отырсаңыздар. Ендеше, командасындағы қыздарына жайдарма онлайн түрде болады деп алдап кеткен Техас жайдарма құрамасы біз жалғастырамыз. Сонымен көреміз, әкесіне 10 рет темекімен соққан бала. Бала сен тамақ жемей жектің бе? Сәлемет Сербай, қарап отырмын бір бағымыздан қапты. Мен алай, міне ақшаңыз үйіңізде барыңыз ма? Балам бұл дейсі 10 мың теңге тұрады. Құрметті көрермендер, ойын соңында өмірімізді қарындаш деп алайық. Ал сынақтарды ұштағыш деп алса, өміріміз сынақтан өткен сайын қарындаш қысқара түседі. Бұдан шығатын қорытынды Өшікмен жасылайықтар емес. Сіздермен бірге болған Техас жайдарма құрамасы. Рахмет. Ендеше, қысқадан ұсқа кел! Сонымен достар, көреміз, үйде болған жағдай. Балам, маған сұркенге өркірген басқа үйретеш. Әкелші, балам. Әкелші. Балам, бұны бүкілі сендер үшін. Нан табам, ақша табам. Әкелші. Әкелші. Маған айтам. Сонымен достар, елестетіп көрейік. Папасы мен қызының понятиесі бір болса қалай болар еді? Сен не сауықпай жүрсің? В смысле? Енді әкесіне қалай қаласың? Өзім білем қалай сөзіңге, өзің бес пе допускательге? Қалай? Отташын түсіндірейін. Кеше мамка сенбес бе ренжіткен. Махан дело святое, мамка шу до конца барам. Мен оны жылатқан жоқпын, жай ғана сыйлап қосып бердім. По факту сен ғой жылатқан. Енді әкесіне қалай сөзсең, Ата қызымсың, айырсайын не? Так батясы төңкеріп тастайтын ем.
Мә, Нұрсұлтан, сен қалай рекомендацияға түсіп кеттің? Сен осы біз бір қанша жүрсек те рекомендацияға түспейміз, әртүрлі билер түсіреміз. Қандай бейсің жоқ? He tryna sign me, y'all know I'm a freak. Handcuff fake shit, switch my wig, make him feel like I'm cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat in the booth. Ондай билер вообще рекомендацияға түспейсіңдер. Оны былай істейсіңдер. Сатты би, қалай күшсізсің, Нұрсұлтан? Нұрсұлтан, сен осы неше просмотр жинадың? 367 просмотр, 50 лайк және 4 подписка. Енді не істейсің? Білмеймін, бургер ашатын шығармын. Сонымен достар, көреміз, ерте есеп кеткен бала. Прикинь, 367 просмотр, да, ну, енді PlayStation барып зуайық енді. Қайда, PlayStation ойнайтын жастан шықтық қой. Әне жостыруға ақша жинады. Әне бүкілі үйлерін алады. Еще үйлену керек. Да? О, стяжық қой не? Базар жоқ. Сен берем ғой. Фасад керек емес па? Скидкамен жасап берем. Все, давай. Анда, тігіттер шығады. Балдар, сендер мына жерде не істеп жатсыңдар? Математикадан апай бізге курсыстастыруға берген жоқ па? Сендер кесірінен апай маған ұрысты. Үйде балам, сендер вообще старсыз деген басқа шығып кетті ғой, кетіңдерші. Нам, қат болмайды. Сонымен достар, көреміз, өте қолғанышты фильм біздің нұсқада. Назерке, рахмет шығарсағанына түн болды ғой, қорқпайсың ба? Осы сәбені мен неден қорқам? Мынау 5 километр ғана жер ғой, орманның өтем, аржақта зират бар, нешті қорқынышты? Кім бұл? Кімнің орманда пианино ойнап? Кімсің сен? Кто ты? Hello, who is? Нешешвей, ту енді қандай тілде айтам? Кімсің сен? Бұл күшті емес. Тамерлан, сен ғой, ә? Тамерлан, сен ғой, ә? Тамерлан, шық дедің ғой. Қоңы түшірді деген тұрияқ жесің бар ғой. Тамерлан, кастасияқтан дейм. Тамерлан дейм. Тамерлан, сен ғой, ә? Тамерлан, мойындаршы сен ғой, ә? Тамерлан дейм. Мойындасай, сені бірақтарыма қосыңнен бана ғашық тұр. Тамерлан дейм. Тамерлан, сен ғой, ә? Тамерлан, ұста қоңға түсіп, таяқ жесің ғой. Мойындаршы сен ғой, ә? Мен ол, не істеп тұрсың? Шаққысайшы қанар қалың ғой. Береке ағай, сіз ғой, ә? Береке ағай, сіз ғой, ә? Осы сіз бұршығыз бес қой бересіз ғой. Қана батыр. Жоғары лигасының чемпионы болғысы келіп жүрген еркін құрама. Кішкентай жаман ешкісі бар екен, күніге қырғын сүт шығарады екен. Соны көре маған әйелі ұстанған үйдегі бас елді сақтаған, сондағы құсынан барып қазақтың басынан жеті ішкі сатылған хикаясын орындап бересіздер. Алдарыңызда Қазақстан футбол құрамасының демо версиялары. Бүгін нағыз біздің ой. Әбден салжын жүрді ойнап үйреніп қалдық. Мынау жастар деген табиғи
спорт денсаулық киімдер. Вообще қатышы. Бірдей сахнаға кеп шығып киім болмаған соң, Рудныйдың камера шоу деген магазиннен алып киім іздедік. Қолымызда ілінген осы болды еді. Негізі командада 12 адам. Тоқташы. Кім жеңіп отыр? Мені алып отыр. О үшін командада ауызбіршілік жоқ. Ауызбіршіліктің жоқтығына киген киімнен ақ білуге болады ғой бірден. Рахмет. Қалар енді футбольный форма киіп шығып, қазір жытыр сәтті ойлап тұрашасыздар. Қазақстанда футбольный форма киіп шыққан адам көрмеппіз осы уақытта. Негізі командада 12 адам тұғымыз ғой біздер. Қалғандары қайда? Бұған бәрі өйген. Сендер кемінде 10 жыл асынар білесіздер ма? Сендердің қалталарынан пышақ шықты, ішімдік шықты. Коньяк бар еще. Коньяк бар. Сендерден мысық шықты, ит шықты, қоян шықты. Цирк ашсыңдар ма деймін? Сендерден деген... Ұмытып жатыр. Жоқ. Темекі шықты. Промежден біраз нәрселерді шығарамыз сендер. Ағай киім ұрлаған жақтарды қой. Вот именно сендер киім көп сөйлемеш. Не дейді мынау? Просто давить человека, вот что осталось. В общем, тренерге жармағанымыз ғой біздер бұлай айтқанда. Ойнамыз ба? Олай болса, осы уақытқа дейін жиған терген фантазияларыңызды қосып бізді футболист деп ойлаңыздар, бізде залбарда ойнай біліп кеттік. Достар, сонымен көреміз. Ромео мен Джульетта Арал сезім фильм. Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь луну, он опрокинет с такой силой, тебе нужно больше не старайся. Ни ты, ни я, никто на свете не идет так сильно, как жизнь. Совсем не важна, как люди. Ау, 89-шы минутта замен қылған қалай болды ол? Тоқтаспайсың, айтсам. Ау, сен жалпы соңында шыққан қалай болды өзіңе? Соңында шығып қатындар да бар ғой? Соңында шығып шіритіндер де бар ғой жалпы? Не айтасың, айтатын бірдеңең бар ма? Сіздермен болған заменада болса да сіздерден көп ақша алатын Қазақстан футбол құрамасы. Рахмет. Сабақты мүлде оқымайтын, қасында отыратын қыздан өмір көшіретін айтатын баланың әні. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған, сен бір қате жіберсең мен де қиналам. Үшке оқитын оқушының мұғалімдерге айтқан әні. Қашықтықтан оқу бітпеші. Бітпеші.
Сандра. Техас. Дәрігерлердің қазіргі жағдайға байланысты айтқан әні. Фантастика, паника, өтпесе толған пневмония. Екіншісі. Қалған қыздарының көңілін табатын ән. Шашы ұзын қыз, қандай сұлусыз. Қысқадан қысқа. Әкімге арналған ән. Жолдарымды жөндеші, қайта қаза бермейміз. Екінші. Жаңбырдың астында қалып қойған қыздың ән. Бояуым кетпеші, кетпеші, кетпеші. Келесі, еркін құрама. Монитордың процессорге қарап айтқан әні. Между нами провода-да-да. Екінші. Сиясақ кете беретін ручканың айтқан әні. Сияй, сияй. Обытыға 45 минутта телефонмен ұстап құлаған қыздың әні. Алыс-алыс ағашқа асылайық еркемі. Ұнамаған команданың реттік номері. Көрсетейік. 2-3 бір-біразды жасап отыр. Жеңіл жүрісті қызға ғашық болып қалған жігіттің айтқан әні. Ол мені қатты бағалайды, бағына бірақ шақырмайды, сүйем десем қарамайды, тапар ковадағы махаббат. Вип моншаға кірем деп, общий моншаға кіріп кеткен адамның айтқан әні. Ой бірмай, общий деген болады екен осындай. Блогерде бас сеетін, Инстаграм бар сенің қасиетін. Суши берген, пицца берген, донер берген. Бар тенім кетпейсін есімнен. Мұрты өсіп кеткен қыздың айтқан әні. Қарандай, өйдегілер қарандай. Жігітке барсам ол келмей. Общым қарандай. Қысқа нұсқа. Содан ол сізге тауып отқан имамның әні. Сені маған тәңірдің өзі сыйлаған. Екінші. Жүгіріп шықтым больницке, больничный емес пе? Осы жатқан аурулар коронавирус емес пе? Еркін құрама. Көп жігітпен жүретін қызға арналған ән. Көңілін кеп диапазонындай фортепианоның. Екінші. Моргте іші пысқан ағамыздың әні. Аяқты қимылдар, аяқты қимылдар. Техас бір. Шегірткенің айтқан әні. Әншімін мен, хит шығарып секендейтін әншімін мен. Қысқадан қысқа, бір-бірден. Қысқадан қысқа. Байқамай боқтап қойған имамның әні. Бәріміз пендеміз ғой, періште көктеген. Техас. Қоштасамыз. Штрафной болды ғой. Сендерде футболда штрафной деген болды. Қысқадан қысқа. Дәуреннің Ақбота Нұрға айтқан әні. Ақбота, ал енді кеш аман. Екінші ма? Шеке, ерте сағат 12-де белгіленді. Мұрат
Абдулланың мүлде айтпайтын әні. Менің өнімме құлақ тұр еді. Мен жалпы финалға өтем деп ойлаған жоқпын, сосын текст табай. Заман шындығы, жүрісі жеңіл қыздардың аяғы ауыр болады екен. Болды ма? Жеңімпаз. Қысқарамызға 4, ерін құрама 5 рет нөмір. Ерін құрама 5, қысқарамызға 4. Екеуінде де 0-9-дан беріп қойып. 0-9-да екеуінде. 0-9-0-9-дан. Ендеше барлық ойнаған командаларды ортаға шақырамыз. Және де әділқазы алқалардан бір ауызсыз ойын жайын. Ал енді бүгінгі ойын туралы көп айтпай қойып, біз өткенде жайдарманға көрермендерді көп қараймыз. Өте жақсы, командалардың барлығы дайындығы бір жағынан өте үлкен уақыт болған жоқ. Сондықтан да бүгінгі көрсеткен жайдарман, яғни көрермен істеп жатыр. Тағы еліміздегі болып жатқан індетке байланысты осындай жағдайлардың арқасында өтіп жатқан жайдарман лигасы. Соған қарамастан бүгінгі жастардың дайындалған көрініп тұр. Енді егер қателеспесем алғашқы ойын ғой енді. Алғашқы осындай көрерменсіз ойын. Әрқашанда көрермен болған кезде кішкене шегендеу болады. Сондықтан да енді бүгінгі жайдарманшылар өте жарайсыңдар. Мектеп лигасының және арамызда кішкене тәжірибесі жақсы жайдарманшылар бар. Өте керемет. Әрі қарай осылай болыңыздар. Енді біз қолдан келгенше сіздерді бағаладық. Бір жерден артық кеттік, бір жерден кем кетсек, оны өздеріңіз кешіріңіздер деп ойлаймыз біздерді. Сондықтан да енді дайындық бүгінгі бірде екі финал ғой, Рудыбаевтың. Бұл дайындыққа 2-3 күн, әрі қарай финал болған бір-ақ күн дайындық. Сондықтан да әділқазы алқалары біз сіздерді түсінеміз, халыққа түсінеміз деген ойламыз. Ойнаңыздар, әрі қарай жалғастырыңыздар. Осы жерде білесіздер, Рудный қаласында Руднаев енді көтеріп келе жатыр. Өздеріңізге белгілі Рудный қаласынан алғашқы рет шығып жатыр Рудный қаласы. Бұл тарихта болмаған зат, біз ол үшін өте мақтанамыз. Себебі кішкентай ғана қалада жаңа қысқартымызға қарамайды, бірақ біз енді кішкентай қала болғанымызбен Қостанайда асырап жатқан Рудный қаласы болса келеді. Біздің сақалы болмаса қиын болады Қостанайда. Бәрекелді, рахмет, сәттілік, әрқашанда осылай үлкен ой көрсетіңіздер. Команда бүгін өте керемет, күшті ойын болды деп жатыр ғой. Мына өтірік айтады. Бәрі әдемі ойын болды деп жақсы жағын айтады. Мен кемшілік тұстарын айтып өтейін. Бізде Дұрға деген естіп қалатын нәрселерді қошақ егіп айтамыз. Үйренгенімізді, үйренгенімізді кішкене опыт болсын деп танытқанымыз қыздар микрофон үстеді. Сосын қыздар қауымы сахнаға шаш жайып шықпай қойып, сол жастарымызға текст жаттау деген менің де басыма проблема ол. Текст айтатын болсын, сәл ортаға қарап көру керек. Жанындағы сықырлап артист болған кезде біреу сықырлап айтып үлгеріп көру керек. Ол жағын бәрін қараңдар, текст жаттаңдар. Уверенность, қызық материал болғанмен уверенность жеткілікті, соны жеткізе алмай біраз әдемі төбелер микрофон сыртына айтып беріп, объектінің үстіне айтып беріп, сол жағын айтып беріп. Техас оқытымен бірақ жігіттер дайындық керек. Баяғы сотын әңгімелер өргіліп бейіндеп тұр. Музыкамен дайындық, жаңағыдай. КВН ақыл жүрістіңді бұл сендер шыққанда микрофон үстімен алып тастап ойна, импровизация болсын, енді соның бәрін қадағалап тұру керек. КВН деген нәрсе сол енді. Барлық жағынан қысқа да нұсқа әдемі, жақсы, рахмет, дайындап алып келген Еділхан деген ағайындарына үлкен рахмет. Бүгінгі ойында
келіп не үшін деп сұрасам да жеке айтып береді. Түсініңіздер ғой? Сосын еркін құрамына рахмет, ойнатқандармен жігіттер үлкен бастарымен кішкентай балалармен формаларын енді футбол кеш айтқанмен бұл бір ойында айтып берілген футболдың темасы деп. Сендер бүгінгі ойында басқа шуталармен әшейін просто қайсы шуталар қайда футболдың темасы аса таңғалдырып ойлаймын. Ертең ойында кәсіп шалармен қайсы әдемі шут ойнасаңдар жақсы болып келеді. Барлығыңызға рахмет. Biz айтпаймыз, өйткені ол кісілер енді жоғары лигадан барлығын біледі, сондықтан да ол кісілердің айтқаны, яғни сіздердің болашақтарыңыз, сіздердің болашақта қатардарыңызды қазір түзеп жатыр. Ол да өте үлкен тәжірибе. Мен бір айтқым келетіні, жайдар машалардан кешірім сұрағым кетті, өйткені бүгінгі микрофоннан істемей қалғаны, мысалы дайындап берген материалды да ұмытып тұрады. Мысалы микрофон ауысқан кезде кішкене микрофон ұстаған кезде адамның көңіл-күйі бұзылады. Соңғар бұл жерде жұпталар басқаша халыққа жеткілді, бізге жеткілді. Сондықтан да кешірім сұраймыз бүгінгі аппарат техникалық ақауларға жайдармашылардан ендігіде барлығын дұрыстауға уәде бермесек те бұдан берейінші жұмыстарды жасаймыз. Рахмет үлкен. Жарайсыздар. Бүгінгі командалардың жинаған ортақ ұпай сандарын айтып өтейін. 5.9 қысқаға нұсқа. 5.5 еркін құрама. 5.4 Техас. 5.3 жастар базар. Және толық 5 ұпай таңдамамыз дайындалды. Енді қаларымызды келесі финалдық ойында қанша командаға жолдама береміз? Көрермен жоқ, бәрі қайда келіп жатқан уақыт, екеуінің ойын көріп, бесеуінің финалға